Сәлем достар, бүгін мен сіздерге әлеуметтік төлемдер туралы ЕГОВтан анықтаманы алу туралы көрсетемін. Яғни соцотчисление жұмыстан төленеді. Ол көбіне ИП мен декретке шыққанда керек. Және бұлайда жұмыстан декретке шыққанда соцотчисление түсіп жатыр ма, соны білу үшін ЕГОВтан біле аламыз. Қай айға қаншадан түсіп жатқандығы туралы. Ол үшін әдеттегідей әдіспі ключіңізбен ЕГОВ порталына кіресіз. Және осы бірінші бетте трудоустройство и занятость. Қазір бізге қазақ тілін аударып алайық. Жұмысқа орналасу және жұмыспен қамту деген бөлімді таңдаймыз. Осы жерде міне міндетті сақтандырудың әлеуметтік аударымдар туралы ақпарат деген онлайн сұрау батырмасын басамыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бірінші болып пайдалы ақпаратты көресіздер. Және келесі әдеттегідей өзіңіздің керекті уақытты, қай уақыттан қай уақытқа, соңғы бір жылға керек па, соны таңдап аласыз. Және РСА екіншісін таңдадым, мынада екінші, мынада ақпарат тасымалдағыш дегенді таңдаймыз. Және РСА-мен қол қоямыз. Өзіңіздің әдіспі ключіңізді таңдап. Және бізге анықтама лезде дайын болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыз.